Қаратерек жалпы орта білім беретін мектептің IT және робототехника кабинеті. Нұр Отан партиясының бастамасымен 2018-2020 жылдарда оқушыларға арналған тегін IT сыныптары жобасы бастау алды. Осы жоба аясында 2019-2020 оқу жылында мектепте IT сыныбы ашылды. Сыныптың материалдық, техникалық базасына келетін болсақ, 10 қосу бір ноутбук, 3D принтер, интербелсенді тақта, 2 Lego және 12 Arduino оқу жиынтық жинақтары, робототехникаға арналған 5 стенд, IT-ға арналған 2 стендпен жабдықталған. Сынып санитарлық гигиена нормаларына сай. Мұғалім жетістіктері. Мусина Меруерт Мұхтарбековна. IT сыныптарын сабақ беретін мұғалімдерді дайындау аясында 3D модельді бойынша 3-ші орын, робототехника бойынша 1-ші орын, 5-ші халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы атсалысып, жоғарғы деңгейде оқушылар дайындаған үшін мадақтамамен марапатталды. Омаров Ержігіт Төлегенович. 5-ші халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын атсалысып, жоғарғы деңгейде оқушылар дайындаған үшін мадақтамамен марапатталды. Бала бизнес облыстық жобасына қатысушылар дайындаған үшін алғыс хатпен марапатталды. Оқушылар жетістіктері. 8-ші А сынып оқушы Каримжанова Әсел, Шаяхмет Аяжан, Тайтөлен Болат 5-ші халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысып, 1-ші дәрежелі дипломмен және сертификатпен марапатталды. 8-ші А сынып оқушы Узбеков Елжан 1-ші ашық халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының бас жүлде дипломы және төс белгімен марапатталды. 7-ші сынып оқушысы Төлен Болат, 9-ші сынып оқушысы Аханов Арман бала бизнес облыстық жобасының қатысқаны үшін сертификаттармен марапатталды.